Оңтүстік Қазақстан облысындағы Талас Алатауының сілемдерінде соңғы 50 жылдан бері тұқымы құрып кеткен қар барыс пайда болды. Бүгінде оның саны артқан. Бұл осы аймақты өз қарауына алған Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі қорықшыларының аң құстарды қорғау шараларын күшейткенінің арқасында қол жеткен жетістік. Ұлттық парк осыдан 7 жыл бұрын ғана құрылған болатын. Мемлекет ұлттық табиғи паркі алғашқы болып парктер шеруі 2013 экологиялық шарасын өткізді. Биылғы шара табиғатты қорғайық деген атаумен өтіп жатыр. 149 мың гектар аумақты алып жатқан ұлттық парк аумағында соңғы 7 жылда 233 гектар жерге мәдени орман отырғызылыпты. Сондай-ақ ерекше қорғалатын аймақта қызыл кітапқа енгізілген тау арқары, тау ешкісі мен тау тышқаны секілді аңдардың көбейгені байқалады. Мен үйден осындай үйшік жасап келдім. Бұнда құстар тұрады. Зиянкес құрттарды ағаштан тазартады. Бұның ішінде балапан жарып шығаруына ыңғайлы болады. Көктемде қазір қолайы кезде құстар келіп осыған қонады деп үміттенем. Табиғатқа келіп өз үлесімді қосқым келеді, және мен осы өз сөздерімді осы суреттер арқылы жеткізіміз келіп отыр. Және біз осы тауда болғанды, демалғанды өте жақсы көреміз, және біз өзіміздің табиғатымызды аялап қорғаймыз. Ұлттық парктегі жалпы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда оның тазалығы, мына келіп демалушылардың қалдықтарды көп қалдырып кететінін біз көп байқайтынбыз. Осындай іс-шаралар жүргізудің арқасында біртіндеп болса да қазіргі кезде жағдай жақсарып, біздің демалушылардың мынау табиғатқа деген сезімі, жанашырлығы оянған сияқты. Соның арқасында табиғаттың тазалығын сатып келе жатырмыз.